Армысыздар ардақты ағайын, бүгін екінші серия десек те болады. Жаңа спецшотқа МПФ-тің түскен ақшасын отбасы банк депозитіне енді қалай аударамыз. Яғни бірінші бөлімдерде мен сіздерге айтқан болатынмын, қалай заказ беру керек, ақшаны қалай білуге болады, қанша сумма снимать ету керек, онан кейін қалай оған тапсырыс беру керек, алдында басқа цельмен тапсырыс берсеңіз, оны қалай өзгертуге болады, сол жайында толыққанды айтқан болатынмын. Енді бүгін сол тапсырыс берген ақшаларыңыз спецшотқа түскеннен кейін ары қаратай не істейсіздер? Қарапайым Google'дан mpf-отбасы.kz деп тересіздер да, өзіңіздің жеке сайтыңызға ECP кілтпен кіресіздер, яғни платформаға кіресіздер. ECP кілттеріңізбен кіресіздер. Онан кейін міне ECP-мен подписать етеміз, бірінші кілтпен подписать етеміз. Ары қаратай мои заявки деген бөлімге өтеміз. Яғни біздің ақшамыз уже спецшотта жатыр. Міне пополнение вклада, жилищно строительное сбережение. Басамыз осының үстінен осылай. Міне цель таңдап қойғанбыз, уже отбасы банк депозитіне аударам деп. Ақша түсті, бізде 14 февральға дейін 20 жұмыс күні бар. Міне ақшамыз түсті, уже дайын тұр. Ары қаратай міне ең соңына түссеңіз, выберите вклад ЖСС деп тұрады. Сізде бірнеше депозит болса, сол қай депозитке түсіргіңіз келеді, соны таңдайсыз. Мына кісіде міне бір ғана депозит, міне басамыз, яғни госпремия алатын депозит. Ары қаратай выбрать депозит деген бар, міне осыны басамыз. Бізге қазір не шығу керек? Подписание заявление шығады, міне. Отправить заявку дегенді басамыз. Міне отправить заявку. Мына жерде міне заявление шығады, осы заявлениеге қол қоямыз ECP-мізбен. Болды, қарапайым, осылай. Міне қайттан ECP-мізді таңдаймыз да, уже екінші кілтпен қол қоямыз. Спецшотқа түскен ақшаны өзіміз таңдаған депозитке осылай аударамыз. Болды, құрметті ағайын, міне перевод средств специальный счет, вклад ЖСС. Бітті, заявка отработана. Міне қолданыңыздар, қош, сау болыңыздар.